Сәлем, құрметті оқырман. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Атақты әнші Жан-де Решка басыңызды тік ұстаңыз деп кеңес береді. Кәнеки оның кеңесін орындау үшін алдымен тік тұрайық. Дененің салмағын өкшеге түсірейік. Алақанымызды желкеге қояйық. Енді өкшеңізді еденнен көтермей, басыңызды қолыңызбен демеп жоғары көтеріңіз. Ол үшін бойыңызды ұзартқандай қалыпқа еніңіз. Істедіңіз бе? Тамаша. Енді сіз тіп-тік тұрсыз, ішіңіз тартылған, кеудеңіз шалқайған, мойныңыз созылған, желке тұсыңыз шираққан. Ал енді денеңізді бос ұстаңыз және иықтарыңызды түсіріңіз. Иығыңызды емес, кеудеңізді көтеруіңіз керек. Енді кеудеңізді түсірмей, деміңізді шығарыңыз. Кеудеңіз шалқайған күйде қалуы керек. Енді сіз дұрыс тыныс алуға дайынсыз. Көзіңізді жұмыңыз. Жайылып, мұрныңызбен терең дем алыңыз. Төсекте жатып, диафрагма тынысын шынықтырған сияқты жағдайға жетуге тырысыңыз. Өкпеңіздің төменгі бөлігін кеңейіп, қабырғаларыңыздың екі жаққа келіп жатқанын сезініңіз. Алақаныңызды кеудеден төменірек ішіңізге қойып басқанда, диафрагма жалпайып бара жатқанын байқай аласыз. Енді ақырындап деміңізді шығарыңыз. Ал енді мұрныңызбен тағы да терең тыныс алыңыз, тағы да иықтарыңыз көтерілмеуі керек. Ескертемін. Өкпеңіздің жоғарғы бөлігінің кеңеюінен қадағалаңыз. Тіп-тік тұрып, мойныңызды созып, демалуға тырысыңыз. Италияның атақты әншісі Энрике Крузо өмір бойы күнде терең тыныс алып жаттығатын болған. Соның нәтижесінде оның диафрагмасы ерекше күшті болды. Одан студенттер дұрыс тыныстауға қатысты кеңес сұрағанда, менің босаңсып тұрған диафрагмамды жұдырықпен бар күштерімен басыңдар деп кеңес береді. Содан соң атақты тенор ауаны бірден шығарып, жіберіп, диафрагмасын қатайтып алғанда әлгі жұдырық ішінен ұшып кете жаздайды екен. Егер бұл кеңесті орындамасаңыз, дұрыс тыныс алу туралы білгеніңіздің бәрі түкке жарамай қалады. Күн сайын жаттығыңыз. Көшеде келе жатып, кеңседе отырып та жаттыға беріңіз. 1 сағат жұмыс істегеннен кейін терезені ашып, өкпеңізді таза ауаға толтырыңыз. Уақыт жоғалттым деп есептемеңіз. Сіз осылай керісінше уақыт үнемдейсіз де, денеңіздің сауықтырасыз және бойыңызды энергияға толтырасыз. Көп ұзамай мұның бәрі әдетке енеді және бұрын басқаша дем алып жүргеніңізге өзіңіз таң қаласыз. Өкпенің жоғары жақ бөлігі бұл жартылай ғана тыныстау. Кім жартылай тыныс алса, ол жартылай ғана өмір сүреді деген ежелгі үнді мақалы бар. Осымен видеом аяқталды. Рахмет.